70 жылдық мерейтой қуаныштан алған ортамызға балаларының той шашуы, той бастарды қарсылайға қайын. Қошеметтеп, құрметтеп, бүгінгі үлкен тойға кәнекей қаттырақ болсақ қойып. Жас жағынан да, бой жағынан да, бәр жағынан бірінші орында, сондықтан енді ағаға берейік. Ал енді құрметті ауылдастар, мына біздің көрші апайдың 70 жылдығының тойын қадірлеп келіп отырсыздар. Рахмет. Жақсылыққа жақсылық қосыла берсін. Апайдың туған күні енді қызықты, күлкіден, ойыннан айырмасын. Мен апайға бір жақсы тілегім, өлегім бар еді, сонда арнап оқып берейін. Менің атым Сенбай, көршімін, іргелес. Төрде отырмыз, ағайын, құрметпенен, көңілім ашық, еш уақытта кірлетпеген, халық болып, сыйласып, біз жүрейік, ажал келсе, о дүниеге кім кетпеген. Фазилаттың атыңызды атайын, ренжімеңіз. Фазилаттың кездестік қой 70-інде, әжімді салды алла бет пішінне, көрші қартайса да мойымайды, сенеді Құдай берген тек күшіне, ұлдарды тапқан қызын алмастырып, сөйлесе сөзі өткір алмас қылыш, Алламыз қуат берсін, қартаймасын, Әли Мұраттың шыдаған тек күшіне. Әли Мұрат деген ақсақалдың аты, ренжімеңіздер. Ол кісі де аталып жатсын. Тек күшіне кисе киімді моды қуып жібектеткен, ұл қыздарын жеткізем деп жүдеп кеткен, тапқан оңай, жеткізгені қиындады, армандаған асырам деп тілеп көптен. Ақсақалының көрдік бүгін көктегенін, көрмедік сен кімсің деп шеттегенін, о дүниеге кеткенше ойлап жүрген, тасыған жанұясына жетпегенін. Таптаған 30-ды ойнап 40-тарын, өлеңмен қара сөзді құрықтадым, о дүниеге кетсең де тілдесейін. Айтшы сен, көрші апайды неше ерез құлыптадың, ақсақалдың айтқан әзілім. Арғынмын, құда болып жақындаған, қашшаңда жетемін деп тақымдаған, қызылдарың өркендеп өсе берсін, немерелеріңді баға бер шау тақылдаған. Қызықтай бер, Құдай берсе 80-дерін, қуаныш қой жақсылықты тексергенім, жақсы сөз жарым ұрыс деген бар ғой, жоқ шығар мұндай тойды жек көргенің. Амандықпен бақ берсін деп тілеп бедің, 90-ды да тойлай берсін түлектерің, 100-ге де жігерленіп аман өтші көрші апай болмасын ау жаман айтып жүдеткенім деп аяқтаймын. Рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Мен ақынмын өзімше. Мен апайдың өзі шабытыма қосылып кетті. Мына апайға подаркім бар, соны беріп алайын.
Yok, Kamal'a vermeyeyim. Kamal ölen ayta almaydı. Camınızı arkanızı. Geliniz. Kemal'in boyu da yetmeyip mecburiyet. Üstünüzde dursun. Böyle giyiniz. Üstünüzde dursun. Baktığınızda giyiniz. Gelip oturgan toyumuz, apamız endi apını atamayım, ögüsünü er jengem, er körüşüm, sögüsünün 70 yaşlığına gelip oturumuz. Al endi jengetayım 70 yaşlığı mutlu olsun, olsun 70'ine 70 kostay versin, balaşığının kızığın göre veriniz, nemere süydünüz, şöbere süydünüz, nemene tağı bir deme süyünüzdür. Aspanınız aşık, denimizge sağlık, basınızga amaçlık versin. Kalıklar olsa oturgan, tüge sizin toyunuza gelip otur, toydan toy olasın. Tete, men sizni tug'an kunmen qutluklayman. Deniz sağ olsun, aman esen bo'lin. Balalarınızın ortasında jüre beriniz osılay, oynap kulüp. Жетпістің арқасына шықтың аман, біз үшін қай кезде де зор ойбаған. Бақ берсін деп тілейді бүгінгі күн, дос-жоран, туған туыс, бала-шаған. Қызығы да қиындығы мол уақыт, сыйласын тек жақсылық жанға құт. Асқар таудай еңсең биік болсын деп, туған күнде біз тілейміз зор бақыт. Енді көршілердің атынан Енді туған күніңіз қайырлы болсын. Жартаймай осылай жүре беріңіз. Бағанадан бері жақсы тілектер айтылып жатыр, сол тілекке біз де қосыламыз. Атылғаныңызбен құттықтаймыз. Енді сіз маған апа емес, шеше секілдісіз, сіз нарда отырған жаңа айтып кетті мына кісі. Әр ауылда бір бұзық болады деп, сол бұзықтың біреуі мен секілдімін. Сол ақылдарыңызды айтасыздар бастайын. Енді жаста болсақ, бір-бірімнанды, тілімнанды бөлісіп жүріп отырмыз. Ал енді тағы да жасқа жас қоса беріңіз, 100-ге келгеніңізді тойлатайық. Айт дегенде өлеңді аңыраймын еркем-ай, іздегенмен шапқанға табылмаймын еркем-ай. Еркем-ай, еркелеткен-ай, еркелеткен еркемді еркелетсе бетем-ай. Су ағады сай менен, шамжанары ғайменен, екі жасқа қосылса таң атады ғайменен. Еркем-ай, еркелеткен еркем-ай, той болған осы той болсын тағы ертем-ай. Суың қарасай, көңлімнің саласын, мардидан тілегім, адамның баласы. Мен алған бағдай, нұрлы екен еді өзің, шаққаны шамдай. Анаңнан сені тапқан айналайын, күнім күз тоймауыз, жасақ маңдайын. Беулеу тас, осыны ордас раушан, жүзіңді көргенде, сәуле сағырым қалмаса. Бәрекелді. Сырбаяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деген осы. Міне үлкен апаларымыз кезінде керемет әнші болған ғой деймін.
ендеше той бастаңыз, той бастаған қонақтар көп жасаңыз демекші. Мына енді тойды бастаңыз. Алпауыз базилет. Денсаулығың зор болып, 70-ге толып, жасың ұзақ болып, бажамның жасын жасамаған жасын жасай беріңіз. Өзіңіз аман есен, мына бала шағаларыңның барлығының игілігін көріп, бақытты өмір сүріп, мына мен де келіп қалдым мінекей 75-ге. Енді алға қарай басып, өмір жасың ұзақ болсын. Амин. Енді мына ер азаматтың үш жылдық болады дейді, соның ішінде қайынжұрттың ішінде ең үлкен бас көтерер өзіңізсіз, осы мүкең. Бір кезде сіздерді үйленгенде үлкенді қолдарыңызды алған болатынбыз, енді сіздерді алғыстайтынбызды, сіздердің аяққа жығылып, сіздердің арқаларыңызда, сіздердің сол тартуларыңызбен дәм қойып бардық, сол шақаман бар олар. Содан мен енді қанша ұрпақ алып, қанша осы дәрежеге жетті. Біз енді жөн білетін осы ұрпақта қалған ең үлкені. Сіз оңды солды білетін, жақсы жаманды білетін. Өңгөлер енді қалғаны мына мүкеңнен басқа бала сияқты. Солардың бағасын әрқашанда ұйымдастырып, қай жақсылық болсын, жаманшылық болсын, үлкен басыңызды кішірейтіп, соны ешқайсына қалмай жүресіз. Көзіміз көреді. Ал енді мен де енді бүгін амансыздан келіңкіреп болып келдім, өзіңіз білетін шығарсыз жағдайды. Өлі келе алмай қалды. Ал енді деніңіз сау болсын, жасыңызға жас қосылсын, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қызығын көре беріңіз, балалардың жаманшылығын Құдай көрсетпесін. Мына балалардың енді арқасы ғой осының барлығы. Енді балалардың сіздерден ағадан көрген тәрбиесінің арқасы. Енді көптен көп рахмет. Енді құрметті жеңгей, мына бүгін 70-ке толған үлкен мерейтойыңыз енді қайырлы құтты болсын деймін. Қаншама жаңа жақсы тілектер айтып жатыр. Әрине бәршеміз соның ішіндеміз. Мен де енді жаңа айтып кеткендей, Әлмұрат ағаны, Мүбәрак ағаны, мына сіздерді мен ерте кезден, бала кезінен өте жақсы білемін. Әлмұрат ағамен кейін кезде бірге қызметтес болдық. Ол кісі әр уақытта мені жақын тартып, бауыр тартып, ақылын айтып жүретұғын. Бүгін міне сіздің құрметті тойыңызда отырып, ағамыз жоқ болса да, артында қалған міне ұрпақтары бар, туған туыстары бар. Жеңгеміз міне сіз отырсыз. Сондықтан мына бүгінгі мерейтойыңыз қайырлы құтты болсын деймін. Алдағы уақытта сізге зор денсаулық берсін. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Осы тойды осы жаңа халықтың басын қосып, туған туысқандар, төре жолдастардың басын қосып отырған, мына қосып той жасап отырған бала шағаларымыздың алға қойған мақсаттар орындалып, Алла тағала сізге ылғи жақсылық әкелсін, табыс әкелсін. Мынау дүниеге ұл әкеледі, қыз әкеледі, 4 ұл, 4 қыз әкелдіңіз. Соның ең бейнетін көрдіңіз. Қанаттыққа қақтырмай, тұмсыққа шоқытпай, соның бәрін есеткізіп, Алла тағала міне бүгін соның қызығын көріп отырсыз. Сол қызыққа Алла тағала тоймайық, ары қарай қызықтай берейік. Сол балаларыңызда немере, шөбере сүйгізі Алла тағала нәсіп етсін. Кеше ғана ағамызбен, қайнағамызбен қызметтес болып, мен сол кісінің шопыр болып істеп жүргем. Сонда жеңгеміздің тақып қойған, өзі ан жаққа, маған жаққа кеткен тақып қойған арағын қайнағамыз екеміз ішіп аламыз. Ой, жүрбегір деп мені сықыртады да жүр, жеңгем ағама ауызын ашпайды сонда. Ағамнан қорқады ғой деймін. Ал енді бұл кісіге 70-ке келді деп жатырмыз ғой тағы да. Ол кісі рабкөппен ненің бастығы болған жоқ, ол кісі ауыл советінде бастығы болған. Советтен артық ешкім ештеңе білмейтін.
Мына кісі ертерек 5-6 жасты қосып жіберген, әйтпесе мына кісіге 63-64 кісі. Жауаптас кісі өтірік барлығы 70-ге отырған. 78-ге 70 қоссын деп айтпаймын. Алланың деген жасаға берген жасын жасаңыз. Келді бүгін, міне бүгін 70-ге жасыңыз. Бұл белестен түске дейін асыңыз. Бала шаға небеділер көбейіп, күннен күнге көбей берсін басыңыздан келеді. Деніңіз сау, аман есен болыңыз. Анашым, 70 жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Енді бала шағаңыз аман болсын. Ал енді тәте, сізді мына мерейтойыңызбен құттықтаймын. Бағанадан айтып жатқан жақсы тілектердің бәрі қабыл болсын, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Енді ортамызда осылай бір үлкен бәйтерек сияқты жүре беріңіздер. Жүргіз. Ал енді мына үлкен аз өзіміздің туған тұсқан аталамыздың арасында мына үлкен кісілер сирек қалды бізде, санаулы ғана. Сондықтан бұл кісілердің орны өзі бір төбе. Енді не деймін? Әрі шешеміз де, әрі жеңгеміз де бұл кісі, әрі көршім де болады. Ал енді апа, жеңге, сізге тілеріміз жамандық көрмеңіз. Тек қана қуаныш, бала шағаңыздың қызығын қызықтап, әрдайым орталарында жүре беріңіз, жарқырап. Асыл әжем менің асқарлы белін, сөздеріңді сенің құлағыма қойып келем. Асыл әжем менің асқандара, сіздің зара, сол жолымен жүріп келем. Биліктен гүлден гүл аңсаған, бақытыңды бірден бір аңсаған. Әжем, қалғын бала сезім, арналады бұл әнім саған. Асыл әжем, сәл көрмесем сағынымын. Асыл әжем, шырағым боп табыламын. Жетелеген арманға, сенен артық жан бар ма? Асыл әжем балам, оған деп балым, оянсын деп саным, ақылымды айта берді. Міне бір қызық қымбат, ертегі жұмбақ, тарихымды тоқтап, мен өмірге қайта келдім. Батыр екен өткен бабаларым, менің де бақытты балаларым. Әжем, болғым бала сезім, арналады бұл әнім саған. Бағыламын жетелеген арманға, сенен артық жан бар ма? Ал енді алдарыңыздар, алып қойыңыздар, ішіп қойыңыздар, ағартып қойыңыздар. Қазір осы дастарханға үлкендерден әмин деп бата тілеймін. Батамен ел